Сәлем жас физик, бүгін біз ұбт 2022-ның хит болған тақырыбы тоқымдар тақырыбында бір есеп шығаратын боламыз. Механикалық тоқымның көршілес төрт өркешінің арасы 6 метр дейді. Тоқымның ұзындығын сұрап отыр. Бір қарағанда 6-ны 4-ке бөліп тастап, 1,5 алғың келіп отырады, бірақ осылай жасайтын болсаң, бір балдан айырыласың. Себебін түсіндірейін. Мына бір тоқымды алайық, мінекей, біреу, екеу, үшеу, және төртеу. Айтады, көршілес төрт өркеші. Мына бірінші өркеш, екінші өркеш, үшінші өркеш, және төртінші өркеш. Осылардың барлығының арасы, үстіне келтірейін, бұл бізде 6 метр деп айтылған. Енді бізден тоқым ұзындығын сұрап отыр. Лямбда ол тоқым ұзындығы дегеніміз. Осы жерін лямбда тауып алсақ, міне бір лямбда, мінекей екінші лямбда, былай ажыратып сап қойын әдейі. Екінші лямбда кішкене кішірейіп кетті, енді бірақ енді бұл ренжімеңдер. Барлығы тең болу керек негізінде. Сонда бізде 3 лямбдамыз тең болып тұр 6 метрге. Демек, біздің лямбдамыз 6 метр бөлінген 3, яғни 2 метр болу керек екен. Мінекей жігіттер қыздар, оқушылары жалпы қалай балдан айырылады десеңдер, осылай екен. Асығыстық көп затқа апармайды. Сондықтан мейлінше суретін салсаңдар, бұл тақырыптан 100% нәтижеге жетесіңдер. Сәттілік тілеймін. Жауап бұл жерде Е болады, және Е жауап үшін біз плюс 1 балл алады екенбіз. Талау ұнаған болса, достармен бөліс, лайк басып, каналға тіркеліп кет.